Сәлем достар, Дарику каналына қош келдіңіздер. Бүгін кувшин самса дайындайтын боламын. Каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен қамырына ұн, салқын су, қаймақ, бір жұмыртқа және екі жұмыртқаның сары уызы және сары май қажет болады. Ұнға сары майды салып, қолымызбен жақсылап бір-біріне біріктіріп, осылай езгілеп, майдалап шығуымыз керек. Біз песочный қамыр дайындайтын боламыз. Міне осылай болып шығады. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаға тұз, салқын су және қаймақты қосып, жақсылап араластырып аламын. Енді осы екеуін бірін-біріне біріктіріп араластырамыз. Кейін қолымыздың көмегімен қамыр елеуіміз керек. Осындай қамыр шығады, ешқандай ұнды қосудың қажеті жоқ. Енді оны пакетке салып, 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Салмасын дайындап аламыз. Тартылған етке пиязды майдалап тураймын. Оның үстіне дәміне қарай қара бұрыш және өзіңізге ұнаған дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз қосасыздар. Қолымызбен жақсылап, осылай езгілеп араластырып аламыз. Міне салмасы дайын. Енді қамырды алдым. Менде шамамен 950 граммда қамыр шықты. Енді оны 50 граммнан бөліп аламын. Енді бөлген қамырларды да осылай домалақтап шығуымыз керек. Кейін оқтаумен жұп-жұқа етіп жаямын. Салманы саламын. Енді видеода көрсетілгендей түйіп шығу керек. Ол үшін қамырды жан-жағын бірінің үстіне бірін жабыстырып, айналдырып шығамыз. Басында қиындау болып мүмкін, кейін қолыңыз үйреніп, оңай болып кетеді. Міне осылай болып шығады, ортасы осылай ашық болып тұрады. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Осылай қолымызбен жөндеп жібереміз. Енді противеньге пергамент төсеп, самсаларды орналастырып шығамын. Оның үстіне жұмыртқаны жағып, противеньді жай ғана маймен жағып қойсаңыздар болады. Бетіне күнжуттың дәндерін сепсеңіздер тіпті жақсы болады. Менде бүгін жай ғана мак. Енді оны 180 градусқа 30-35 минутқа самсаларды пісіріп аламыз. Міне достар, самсалар пісіп шықты. Осының үстіне кинзаның немесе петрушканың жапырағын салып безендірсеңіздер болады. Міне осылай болып шықты. Достар, өте дәмді болып шығады. Қамыр ерекше дәмді. Өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алда әлі де керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.